Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Компьютер туралы мәліметтер. Бастапқыда құжаттармен алмасу мақсатында жасалған жоба, кейін ғаламтор деген атқа ие болды. Қазіргі заманда бүкіл әлемдік желісіз естіту өте қиын. Сол себептен интернет туралы сіз білмейтін қызықты факторлар жинағын бөлісеміз. Ғаламторды жасаған технолог 1960 жылдары пайда болды. Ол ARPANET деп аталды және ақш үкіметінің мақсаттарын үшін құрылды. Қазіргі уақытта бүкіл әлемдік ғаламтор желісі 3,5 миллиард адам пайдаланады. Әлемдегі ең жылдам интернет Сингапур елінде 56 мегабайттық. Әлемде 4 миллиард электрондық почта тіркелді. Күн сайын олардан 190 миллиард хабарлама жіберілді. Хабарламалардың 70%-нан спам. Америкада тұрмыс құрған жұптардың 19% интернет желісінде танысқан. Ғаламтор қосылған құрылғылардың саны планетадағы адамдардың санынан көп. Исландияда ғаламтормен халықтың 97-ден 8% қолданылады. Бұл әлемдегі ең жоғарғы көрсеткіш. Интернет дүкендерінің саны жай дүкендердің санына асады. Эвер тауының ең биік шыңында ғаламтор қолдану мүмкіндігі бар. ВКонтакт әлеуметтік желісінде барлық адамдардың профилін көріп шығу үшін сізге 1000 жыл қажет. Алғашқы сайт 1990 жылы ашылды. Ғаламтор қолданушыларының 50%-нан Азияда тұрады. Антарктиданың ақ деп аталатын домен бар, бірақ оның қолдану үшін Антарктикада өмір сүру қажет. 2011 жылы Біріккен ұлттар ұйымы ғаламтордың кіруге тыйым салды. Бұл адамның құқығының бұзылуын деп мәлімдеді. Массайт деп аталатын алғашқы браузер 1993 жылы Иллинойс университетінің мамандары жасады. Ғаламтордың ең ірі қарсыласы Элтон Джон. Оның айтуынша, сапасыз музыканың көбеюінің басты себебі бүкіл әлемдегі интернет желісі. YouTube сайтына әр минут сайын шамасымен 100 сағат жаңа бейне жазбалар жүктеледі. Ең алғашқы смайлик оны 1982 жылы американдық ғалым Скотт Фальман ойлап тапты. Пәкістанда YouTube және Facebook желілеріне кіруге шектеу қойылды. Билік олардың бұл сайтта ислам заңдылығына сәйкес келмейтінін деп есептеді. Солтүстік Кореяда интернет желісінен тек қана шектеулілер ғана адамдар ғана пайдалана алды. Олар шенеуніктер және әскери адамдар ғана кіре алды. Ең қымбат доминант атты Vacation Rental.com ол 2007 жылы 35 миллион долларға сатып алынды. Әр минут сайын 70 жаңа сайт ашылады. Әлеуметтік желілердегі аккаунттардың 40% спамерлер ашқан. Желідегі суреттердің 80%-ында жалаңаш әйелдер бейнеленген. Абай болыңыз, хаккерлер әрекеттеріне жылына шамамен 300 миллион адам зардап шегеді. Компьютердің пайдасы мен зияны. Қазіргі заманда компьютер адам өміріндегі маңызды рөл атқарады. Бұл құрылғы әрбір үйде бар. Бұрын компьютерлер жұмыс істеу үшін ғана қажет болған. Ал қазір оларды өмірлік барлық салаларында қолданылады. Компьютер айқын артықшылығы қарамастан оның адам денсаулығына теріс әсері туралы белгілі.
Егер қолдану кезінде негізгі ережелерді сақтасаңыз, соғұрлым зияны аз болады. Компьютердің адам ағзасында зияны. Компьютердің адам ағзасында кері әсері. Құрылғыдан шығатын сәуле денсаулыққа зиянды. Шамадан тыс қолдану адамға көру қабілетінің бұзылуына әкеліп соғады. Катаракта басталуы мүмкін. Ұйқысыздық және бас ауруының пайда болуы. Егер адам компьютерді алдында ұзақ уақыт отырса, онда жасөспірімдердің склероз, ал ересек адамдарда остеохондроз ауруы болуы мүмкін. Жасөспірімдерде ұзақ көп бойы ойын ойнау өте қауіпті, иммунитетті төмендетеді. Балалар бақыланбайтын болса, интернетте психологиканы бұзатын көптеген ақпараттарға тап болады. Бұл әртүрлі эмоционалды ауытқуларға тудыруы мүмкін. Компьютердің пайдасы. Компьютердің артықшылығы арнайы бағдарламалар арқылы жұмыс процесінің барынша оңтайлы, бұл еңбек өнімдерінде артуын әкеледі. Бұл құрылғы құнды файлдарды сақтауға қамтамасыз етеді. Пайдаланушы құжатты ақпараттарды жылдам табуға мүмкіндік береді. Интернет сақталатын үлкен ақпараттардың арқасында адамның білімі артады. Алыс жерлерді достарымен хат алмасу және бейне байланыс арқылы кез келген уақытта қарым-қатынас жасау мүмкіндігі. Егер сіз компьютер арқылы қонымды шектерді қолдансаңыз, дұрыс қолдану тәсілдерінен білетін болсаңыз, оның адам денсаулығына зияны едәуір азаяды. Қалай қолдану керек? Жоғары сапалы мониторды пайдалануға кеңес беріледі. Бұл зиянды сәулелерді азайтады және көзді әсер етеді. Ыңғайлы орындықта отырған дұрыс. Арқаның бұлшықеттерінің түскен жүктемені кемітеді. Кейде жаңа монитор орнатқаннан кейін көздің қысымы және бастың ауырсынуы пайда болады. Бұндай жағдайда монитордың параметрін өзгерту қажет. Компьютермен жұмыс істегенде монитор көзге 70 см қашықтықта болуы керек. Сонымен қатар арқа аяқтар еденде ыңғайлы түрде орналасу қажет. Егер сіз ұзақ уақыт бойы компьютердің алдында отырсаңыз, денсаулыққа зиян тиюі мүмкін. Әр сағат сайын үзіліс жасаңыз. Серуендер туралы ұмытпаңыз. Олар тек пайда әкеледі. Балаларды монитордың алдында күніне кемінде 1 сағат қана отырғызыңыз. Өйткені компьютер шығатын сәулелер олардың денсаулығына пайда әкелмейді. Компьютер адамдарға зиян әкеліп қана қоймай, сонымен қатар пайда да әкеледі. Онсыз өмірді елестету қиын. Ол барлық технологиялық процестерді қолданылады. Бұл ақпараттың сарқылмас қоймасы. Әрине, монитордың алдында барлық уақытты жұмсау отыру дұрыс емес. Бұл жақсылыққа әкелмейді. Ұялы телефонның пайдасы мен зияны. Ұялы телефонның пайда болған сәттен бастап олардың пайдасы және зияны жайлы көптеген даулар басталды. Ол тақырыпта мобильді телефондардың адам ағзасында қаншалықты қауіп бар екендігін туралы айтып өтеді. Ұялы телефондардың арқасында өмір сүру әлдеқайда жеңілдеді. Адамдар бір-біріне деген алшақтықты төмендетті. Себебі кез келген уақытта өзара байланысу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ телефонды интернет қосып, ғаламтор арқылы жаңалықтарды көруге немесе почтаны тексеруге болады. Бірақ артықшылықтарымен бірге ұялы телефонның бірқатар елеулі кемшіліктері де бар.
ұялы телефонның зияны, иммундық жүйенің зардап шегуі. Норвегия және Данияның ғаламтор жүйесінде зерттеулерге сәйкес ұялы телефонды пайдаланушылардың көбісі бас ауруымен және ұйқысыздыққа шалдығады. Сонымен қатар ұялы телефон шығатын зиянды электромагниттік өрістердің әсерінен дененің иммундық жүйесі зардап шегеді. Дәрігерлердің айтуынша, бұл ағзаның ауруларына және басқа да зиянды сыртқы әсерлерге төзімділік төмендеуі мүмкін. Америкада 90-шы жылдардың басында ерекше сот процесі өтті. Адвокаттар ми ісігімен зардап шеккен әйелдердің өліміне ұялы телефонның зиян әсер еткенін дәлелдей алды. Басыңызды байқаңыз, көру қабілеті нашарлайды. Ресейде егеуқұйрықтарға өткізілген эксперименттер кезінде электромагниттік қолданылған әсерінен жануарлардың көру қабілеті төмендеген. Ұйқы қанбайды. Ұйықтау кезінде тіпті ең қарапайым ұялы телефон ұйқыңызды қануына кедергі келтіруі мүмкін. Өйткені ұялы телефонның электромагниттік толқындары орталық жүйке жүйесіне кері әсер етеді. Пайдасы: адамдар арасында байланысты кеңейтеді. Ата-аналарға әрқашан баланың қай жерде екенін білу мүмкіндігі беріледі. Қауіпсіздік қамтамасыз етіледі. Төтенше жағдайда полиция немесе жедел жәрдемге тез қоңырау шалу болады. Интернеттен қажет ақпарат алуға көмегін тигізеді. Керек кезде калькулятор, оятқыш, сағат, шамдар, камералар қолдану мүмкіндігі бар. Балаларға зияны: баланың дамуына баяулатады. Ұйқының бұзылуы омыртқасы кері әсерін тигізеді. Көру қабілетін нашарлатады. Қолдану ережелері: аса қажет болмаса телефонды пайдаланбаңыз. Ұялы телефонмен 3-4 минуттан артық үздіксіз сөйлеспеңіз. Балалардың қолына бермеңіз. Жүктілік кезінде қолданбаңыз. Сатып алар кезде сәулелену қуатын төмен ұялы телефонды таңдаңыз. Имплантацияланған кардиостимуляторды қолданатын адамдарға телефонды пайдалануға шектеу қойылады. Электрондық кітапхана әртекті электрондық құжаттардың, кітаптардың реттелген жинағы. Олар адамдардың көркем, ғылыми, техникалық және тағы басқа әдебиеттік қамтамасыз етеді. Шығарма: виртуалды кітапхана өте ыңғайлы, өйткені ешқайда барудың қажеті жоқ. Өзіңізбен бірге қалың кітапты алып жүрмейсіз. Шағын құрылғы цифрлық форматта сақтап қойсаңыз жеткілікті. Қалаған құжатты ұялы телефон арқылы қолданылып беруге болады. Әр әдебиеттік өз ретіндегі және оқырмандар қолданылған пікірлер болады. Іздеу құрылғылары мен каталогтар жүйесінің арқасында кез келген ақпаратты жылдам табу мүмкіндігі бар. Ең маңызды артықшылықтарының бірі электронды кітапханалар қарапайым кітаптарға қарағанда жоғары жылдамдықпен жаңартылған отырады. Сондықтан барлық жаңа кітаптар олардың осы жерде пайда болады. Құжатты материалды әлеуметтік желілер арқылы басқа адамдарға жіберу мүмкіндігі бар. Баспасыз басылымдардың алтын дәуірі аяқталды десек қателесеміз. Электронды кітапханалардың көптеген саналарында ажырамас бөлігі айналып үлгерді. Әрине, кітаптардың қағаз нұсқалары ешқайда жоғалмайды, бірақ цифрландырылған
процессин токтотуу мүмкүн эмес. Сондай-ак кагаз, дисклер, аудио жана видео топтамалар сыяктуу мерзимдик тасмалдагычтар сакталган дерек көздөрдүн цифрландыруу улардын толук жоголуп кетүүнү мүмкүндүк бермейди. Сиздер менен болгон мен Асия. Каналыма тиркелип, лайк басууду унутпаңыздар. Сиздердин колдоолоруңуз мен үчүн өтө маңыздуу.